Так, бүгін мен сіздерге электронды актты работа немесе услуга қалай жібереміз, соны көрсететін боламын. Мои договор кіреміз, өзіміздің осы жаңа жапқан тендерімізді, работаны немесе услуганы аламыз да, міне осындай 48 теңге договорына кіріп аламыз. Бұл бізде команданың ипсі. Енді бізде мұнда кіргенде договордың ішінде информация об оплате деген болады. Договордың ішіне кірдік, осыған басамыз. Создать электронный акт деген кнопка бар. Көкке басып, создайтты басып жібереміз. Мына жерде бізде получается мына астына түсті. Енді система номер шықты. Осы система номердің ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін добавить работу деген бар. Добавить работуға басып, просто выбрать и датаны мына жерге орындаған күнді жаза қоямыз. Ол бізде бүгін жабылған работа. Все. Таңдадық. Добавить представителя. Просто типқа басасыңдар, ортасындағысын таңдайсыңдар. Осы түсініп алыңдар, оңай болады. Утверждающий от поставщика. Все, выбрать басамыз. Мына жерде прикрепить файл деген, бұл получается, мысалы, әр работа, услуга жабылған кезде AVR болады. Акт выполненных работ немесе оказанных услуг. Соны сіз апарасыз қағазбен, олар сізге қол қойып береді, печатын қойып береді. Сол кезде сіз осыны осы жерге тіркеп жіберуге болады. Егер заказчик сұраса, тіркейсіздер. Егер заказчик тіркемей ақ қой десе, тіркемей ақ қоюға да болады. Артық жұмыс жасамаңыздар. Просто таңдайсыздар да тіркеп жібересіздер. Мысалы, мына жерде менде бар. Міне осындай. Бірақ мен бұны тіркемей өткен, маған заказчик айтты, тіркемей ақ қойсаң да болады. Потому что мен оларды тастап кеттім. Керек болса өздері тіркеп алады. Или там олар өздеріне шығарып алу үшін, или дәлел болу үшін, олар енді не принципиально мына жерде. В принципе, өтіп кетсек болады осы жерден. Енді внутрь страновая ценностьқа басамыз, создать басамыз. Бұл уже акт емес, екінші рет. Бұл акттың ішіндегі внутрь страновая ценность. Құндылығы деуге болады да қазақша. Ішіне кірген кезде міне қараңыздар. Дәл осы сумманы X тұр ғой, именно X тұрған жерге дәл осы сумманы сіздер просто көшіріңіздер. 48.990 теңге. Все, сохранить. Сохранить бассыңыздар. Все, и подписать. Өзіміздің этипімізден қол қоямыз. Болды, қол қойылды. Енді мына актыға кері өтеміз. Актыға басқаннан кейін мына жерде сумма бар. Бірақ әлі проект болып тұр. Бізде мына статус отправлен на согласование заказчика деп тұру керек. Кері система номерға кірдім. Енді просто мына жерде утвердить кнопканы басамын. Утвердить. ECP-ны таңдаймын. ECP-ның паролі. Все. Болды. 3-ақ минут. Қараңыздар, 3-ақ минуттың ішінде электрон акт жүрді. Сіздер стопқа қоясыздар, қарайсыздар. Қысқаша айтқанда қараңыздар. Информация об оплате кірдің. Создать актты бастың. Ішіне кірдіңде добавить работу таңдай салдың, кнопканы басып. Добавить представителя ортасындағы утверждающий от поставщика бастың. Прикрепить файл AVR-ді сұраса тіркейсің, сұрамаса тіркемейсің. Тіркедің или тіркемедің, потом внутрь страновая ценностьқа өтесінде X-тің қасына сол дәл сол сумманы көшіресінде, сохранить, подписать басасында актыға өтіп, кері утвердитті басып, ECP-мен қол қоясыздар. Болды. Міне электрон акт деген осы. Оның ешқандай қиындығы жоқ. Енді акт жібергеннен кейін біз келесі SF жіберетін боламыз. SF ол бөлек видеосы бар.